Қоғамда қанша адам болса, сонша тағдыр болады. Алысқан, жарысқан өмірде кімнің басына бақ қонарын, кімнің маңдайына тас соғарын уақыт көрсетеді. Дегенмен, өмірге келуіміз Алладан болса да, тағдырымыз өз қолымызда. Өмір теңізінде кеменің басын қайда бұрсақ, бағытымыз да сол жаққа өзгерері хақ. Осы тұста әлеуметтік желіде танымал журналист Бибігүл Дәулетбекқызының әңгімесін оқырмандарға ұсынуды жөн көріп отырмыз. Әрине, көпке топырақ шашудан аулақпыз, десе де бес саусақ бірдей емес қой. Түн жарымы, ұялы телефоным шырылдап қоя берді. Ар жақтан құрбымның жанұшырған дауысы естілді. «Бикош, тездетіп келші үйге, мына қызбен қырылып жатырмын», деді де тұтқаны қоя салды. Ұйқылы ояу атып тұрып, кілтімді алдым да, көлігіме отырып, құрбымның үйіне қарай құстай ұштым. Құрбымның аяғы ауыр, бүгін ертең босанайын деп отыр, жол бойы қалшылдап келемін. Көлігімнің шинасында әл ауыстырып үлгермеген едім, қасақана жаңбыр аралас қарда жауып кетті. Әйтеуір жеттім. Есіктен кірмей жатып, екеуінің бажылдаған дауысы естілді. Өзінен бақандай 8 кіші сіңілісі кетемін деп босағада тұр, шабаданын жинап алған. Құрбым болса оны жібермей ойбайлап жылап жатыр. Менің келгенімді көрген ол: «Биба, айтшы мына қызға, түнгі 2-де қайда бұрмақшы? Мамам өлтіреді ғой мені. Осы қызға ел бола алмасаң» деп онсыз да күніге әңгіме естимін, деді ботадай боздап. Хиджаб тағып тұрған құрбымның сіңлісіне қарадым да: «Қайда бармақсың түннің ішінде? Қойсайшы, басылшайшы» деп зекігендей болып едім, ана өзіме қарай өршеленді. «Менде шаруаларың болмасын. Мен баяғыда бұл отбасынан кетіп қалған адаммын. Керек десеңдер, мен онымен некемді қиып тастағанмын». «Кіммен?» «Жігітіммен». Аузым ашылып, бір орында мелшиіп тұрып қалдым. «Мүмкін емес», деді ішкі даусым. «Мен мұны намазға жығылған, кіршіксіз, тап-таза алтын қыз деп жүргенмін. 4 жыл бойы бізге ақыл үйретіп жүрген жоқ па? Намаз оқитынын білген біздер қатты сыйлайтынбыз. Кейде сескенетінімді жасырмаймын. Қанша біздерге зіркілдеп сөйлесе де көтеретінбіз. Өйткені құрбымның сіңлісі еркелігі болар деп біршама жастығына қарап, жай мырс етіп күліп қоя беретінмін». Осылай өз ойымен арпалысып тұрғанымда құрбымның даусы бөліп жіберді. «Биба, бұл қыз анау жігітіне осыдан 2 жыл бұрын Каспий банктен кредит алып берген. Анау Уахап жігіті осының ақшасымен күнелтіп жүр. Ал бұл болса түріктердің дүкеніне сүлгілер сатып ақшасын төлеп жүр», деді. «Сенің оған не 5 бидайың күйеді? Айтшы, мен сенен ақша сұрап жүрмін бе?» деп аларып анау әпкесіне. «Сенің осылай кемпірлер сияқты жүргеніңе анау ит кінәлі. Не сорың мынау? Ыстық күнде бүркеніп аласың», деп жаны ашып сөйледі әпкесі. «Өз байыңды жөндеп ал, кімді алдап жүрсің өтірік? Ол қыздармен қаңғырады, ал сен оның телефонын түнде бас жағымда отырып тексеріп отырғаныңды талай көрдім», деп өршеленіп әлгі қыз айта бергенінде, манадан бері үндемей тұрған мен әрі қарай шыдай алмадым. «Болды, жетер. Сен әлі оған тұрмысқа шыққан жоқсың ғой. Ата-анаңның ақ батасын алмай, қалай бұның? Неге осыншама әпкеңді жеп көресің? Айтшы соны». «Өйткені осы менің өміріме кінәлі», деді де отыра қалып жылап жіберді. Мен не дерімді білмей сасып қалдым, жұбатып әлекпін. Жылап отырған ол бір кесе: «Естігелерің келсе айтайын, мен намаз оқымаймын». «Немене?» «Намаз оқып жүрген жоқпын, өтірік ваннаға кіріп, әдейі уақыт өткіземін». Құрбым екеуміздің көзіміз шарамыздан шыға кете жаздады. «Иә, мен не аятты, не сүрені жатқа білмеймін. Құдайым-ау, сен сонда кімді алдап жүрсің?» деді мен күйініп кетіп. Екеуміз аңтарылып, мелшиіп босағада тұрып қалдық. Ол болса шамаданын алып далаға шығып барады. Уахап жігітіне асығуда. Енді тоқтатайын деген мені құрбым: «Бара берсін, Алладан қорықпаған бұны шайтанды жанын ала қоймас», деді. Үндемей тұрып қалдым. Ал ол болса хиджабқа бүркеніп қою қараңғылықтың ішіне сүңгіп кетті де жоқ болды.